Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар және қадірменді қонақтар. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің 31 жылдығына арналған гүлдене бер менің Қазақстаным атты мерекелік кешімізге қош келдіңіздер. Таң ғажайып атыңда дәл табылды, табылды да талай жұртқа таңылды. Туған елім көкке жетті көк туын, сен тәуелсіз мемлекетсің кәдімгі. Бүгінгі салтанатты жиынымыздың шымылдығын ашып беру үшін мектебіміздің директоры Арина Форикбай Сереговна сөз береміз. Қайырлы құрметті әріптестер, құрметті оқушылар, қонақтар, бүгінгі жаңа айтып кеткендей тағы да маңызды мерекеміздің бірі тәуелсіздік мерекесі. Құтты болсын, тұғырымыз биік әрі туымыз әрқашанда көкте желбірей берсін. Енді ең бірінші сіздерге не тілеймін, біз расында шынымен өте бір бақытты ұрпақтың бірі шығармыз, өйткені біз шыны керек егеменді елде тұрып жатырмыз, тәуелсіз елде тұрып жатырмыз, шыны керек бақытты елде тұрып жатырмыз деп айта аламын, өйткені біздің өміріміз расында еліміздің тарапымыздан болсын, біздің Қазақстан басқа да мемлекеттермен іргесі берік бәсекеге қабілетті елдердің бірі. Оның барлығы бұл жерде енді осы жерде отырған әр азаматтың еңбегі деп білемін, өйткені осы бәсекелестікте осы егемендігіміздің әр осы залда отырған оқушы болсын, әрбір азамат пен азаматшалар болсын, әрқайсымыздың еңбегін, өйткені әрқайсымыз осы Қазақстанның гүлденуіне, дамуына біз әрқайсымыз тікелей үлес қосып жатырмыз. Сондықтан да сіздер оқушы ретінде үлгендеріңіз жақсы болып, ата-аналарыңызды сол жағынан қуантатын болсаңыздар, біздер осы Қазақстанның білім саласына қосып жатқан үлесіміз бар. Сондықтан да осындай азаматтар бүгінгі жаңа міне тағы да айтып кетпеске болмас, желтоқсанға байланысты фильм тұсаукесері жатыр. Сол да үлкен бір патриоттық сезімнің бір көрінісі. Осындай оқушыларымыз бар да, осындай ұрпағымыз бар да, осындай азамат пен азаматшалар бар да, мен ойлаймын, Қазақстан әрқашан да бір беделді елдердің қатарынан табылады. Сондықтан да осындай дәрежеде біз алға қарай жылжи беретін болсақ, тарихымыз туралы көптеген кинолар түсіретін болсақ, ол құлағу, ол тек қана мен жағынан мен ғана емес, мектеп әкімшілік әскері қолдайды. Біздің мектебімізде өздеріңіз білесіздер, қазір телестудияның орталығын жабдықтап жатырмыз. Сол жағынан да сіздерге үлкен көмек болады деп ойлаймын. Сондықтан да осылай тарихымызды насихаттауда, тілімізді насихаттауда әрқашанда шаршамайық, тек сол бағытта жұмыс істейік. Қазағым, қазақ елі деп, қазақ тілі деп әрқашанда жүрегіміз соғып тұрсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Барлық ұлттың басын қосты бұл достық. Ұлы достық, нұрлы достық, күн достық. Достық деген қасиетті ұранға кең даланың жүрегі де үн қосты. Биші қыздар бименен де үн қосты. Сахнаға қазақ бимен шабыт би тобын шақырамыз.
жолықты. Бүгін міне тәуелсіздік ағайын әр қазақтың жүрегі болып соғып тұр. Ендеше алдарыңызда 8-ші сынып оқушыларының орындауында өлең жолдарын қабыл алыңыздар. Отыз бір жыл азаттық, өзімізді қостаудан да босаттық, ақтадық біз ата-баба үмітін, қолымызда көк төмене бостандық. Желтоқсанның қанды суық ызғары, қалың әскер қазағымды қорлады, тәуелсіздікті қолдаған жастардың отан үшін табандарын тозбады. Жүректе намыс оты лапылдаған, көш жігері жастардың сарқылмаған, отан үшін олар шығып алаңға, қарсағы өзендей тасқындаған. Болмасам да сол кезде мен сеземін, жүректе намыс оты сөнбеген, ызғарына аясын төзгендерім бұл күнін оңайлықпен келмеген. Тәуелсіздік оңай бізге келген жоқ, ұл қыздары оны қолдан берген жоқ, отан үшін құрбан болған болсақ та, ел есінде қалды мәңгі өлген жоқ. Тәуелсіздік бұл менің бостандығым, 16 желтоқсан тосқан күнім. Ұрпақ көрсін еркіндікті деп күрескен, алты алаштың баласы қосқанының. Тәуелсіздік бұл менің қазақтығым, келді кеше аңсаған азаттығым. Желтоқсанның ызғарлы аязына барлық қазақ өткізді азат күнін. Тәуелсіздік бұл менің қуанышым, елім жеткен бүгінгі жұбанышым. Қазақ елін қаңсыратып талап кетті, бодандықты қаламайтын ұран үшін. Тәуелсіздік бұл менің әділдігім, қазақ жұрты осыған кәміл бүгін. Тәуелсізбін деп мәңгіге жырлар едім, көмседағы қара жерге тәндікім. Тоңғандарым қалың қыста сезінбеген, қиналғаннан жүректері езілмеген. Отан үшін жан берісіп қан төгісу, өмірдегі ең бақытты сезім деген. Тәуелсіздік биіктегі тұғырым, есте сақтап қаламын, тәуелсіздік олмын. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі, тату тәтті болып халқымыз әрқашан, кетпесін елімнің берекесі. Ең қасиетті де қастерлі тәуелсіздік күніне 31 жыл толды. Аңсаған күнде қол жетіп, ақ түйенің қарны жабылған аса айтулы қуанышты күн бола берсін. Еліміздің көк байрағы желбірей берсін. Алдарыңызға ән, отаның қазақ елі, орындайтын Мұхит Әлишер. Rostos
Азаттықтың тамыры тым тереңде. Отан, туған ел, халық ұғымын тәуелсіздіктен бөліп қарастыра алмаймыз. Барлығы тамырлас, бір-бірімен байланысып жатқан өзегі бір ұғым. Тәуелсіздіктің иесі халық, халықтың анасы отан. Жебесімін көбе бұзар түркінің, егесімін күллі түркі жұртының, назарына түспесе де дұшпанның, жанарыма тұнған шықты іркідім. Көрініс Алаштың Алиханы. Алаштың Алиханы. Үкімет қабылдауындағы қайран қазағым. Үкімет қабылдауындағы қайран қазағым. Заходите. Бөкейханов, приведите его. Беріңдер мені, қайда келдіңдер? Қалай Бөкейханов болса, Қазақстанды ресейден бөліп алып болған әрекетіңізді мойындайсыз ба? Әрине мойындаймын. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетін құруға әрекеттену қылмыс емес шығар? Как не преступление? Если каждый народ СССР возьмет независимость. Нет, это лишь рук врага. Мойындаңыз да қолыңыз қойыңыз. Мына қағазда халыққа қарсы әрекет етті делінген. Бұған қол қоя алмаймын. Так, хватит. Сидит такой смелый. Надо отдать его карателям. Посмотрим тогда на него. Заберите его. Тоқтаңдар. Айтарым бар Алашыма. Уа халқым менің, еліміз үшін етегімізді жүрген екенбіз. Бар Алашқа алаң салып жүрген екенбіз. Шешінген судан тайынбас. Бар Алаштың ұрпағы болсақ дүние дүр сілкінер еді. Менің арманым осы елімнің жолында мына қысқа ғұмырымның қалғаны. Қош бол Алашым, қош бол. Туысқандық теңдіктеп, адамзаттың ойын жырмен өрнектеп, асқар тауым тірек болдың еліңе, зар заманда қу түнектен жетектеп, ой ақтары бой кеудеңнен сырсандық, жол көрсетіп, болашаққа салып, Алаш орда қазақ үйім іргесін қалап бердің, ошағына от жағып, көтердің де еркіндіктің жалауын, талқандауға құлдық құрсақ бұғауын, отаршылға күрес аштың жасқанбай, бабалардың қолына ұстап алауын, көтердің де еркіндіктің жалауын, талқандауға құлдық құрсақ бұғауын, отаршылға күрес аштың жасқанбай, бабалардың қолына ұстап алауын, кешсең дағы қияметін азаптың,
бар тілегің басын қосу қазақтың, ақ жолында дем біткенше тынбадың, отын кешіп қызыл күнің тозақтың. Шаттық нұры шашылып зеңбіріктен, шуағын күн төгеді енді көктен. Шылбыр үзді даланың арғымағы, тәуелсіздік жалауын желбіреткен. Алдарыңызға хор туған жер. Халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын тілейік ағайын. Осымен Гүлдене бер менің Қазақстаным атты мерекелік кешіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.